Kızım, ben geldim bak. Kimмен gelдің? Атамен келдім. Жүр, ешкі салдым. Ешкінің сүтінен ақ ірімшік жасаймыз. Жасау жолын көргің келеді? Иә, анасы. Жүр анасын саған көмектескім бе? Әже! Келдім ба қызым, құлыным менің. Әже, мен бүгін сайысқа қатысып бірінші орын алдым. Жарайсың қызым бүгін балабақшадан мәнерлеп оқу сайысынан бірінші орын алыпты. Құлыным менің, осындай жетістіктерің көп болсын. Жарайсың балапаным. Әже, мен анасыма барып көмектесіп келейінші. Жарайды қызым, бара ғой. Ал, келе ғой қызым. Анасым саған көмектескім келді. Келе ғой, көмектесе ғой. Алдымен алжапқышты таңдала ғой. Енді екеуміз ақ ірімшік жасайтын боламыз. Алдымен жаңа сауылған жылы ешкі сүтімізді ұйытатын боламыз. Ұйыту үшін бізге жаңа туылған қозының ұлтабары қажет, немесе мәйегі деп те атайды. Жылы сүтімізге ұлтабарымызды алып, малып аламыз. Сол кезде сүтіміз ұйыту болады. Енді дайын болған сүтіміздің етін жауып 2-3 сағатқа қалдыратын боламыз. Ал енді сүтімізді қарайық, нәтижесін көрейік. Сүтіміз ұйып қою болыпты. Енді бұны ақ қалташамызға саламыз. Мен қалташаны ашып тұрайын. Қызым, сен құя ғой, бұған көмектесіп жібер. Енді сары суы сарыққанша бұны бір жерге апарып іліп қоямыз. Ақ ірімшік тәтті болу үшін біз бұны тұзды суға малып аламыз. Алдымен суымызға тұзымызды салып араластырып аламыз. Жақсылап араластыра қойып. Қараш қызым. Керемет қимысы. Иә, енді дайын болған ақ ірімшігімізді тұзды суға саламыз. Ірімшігіміз дайын болды. Мен алам. Құлдауы маған бірақ ұнады. Бар, онда ата жеңді шайға шақырып келе ғой, шай ішеміз. Әже, ел шайға. Бауырсақпен атасы келінмен аяла қызымыз бізге ірімшік дайындап қойған екен. Ірімшікпен шай ішейік атасы. Қазір 4 түлік малдың төлдейтін уақыты мол болады. Бұл ірімшіктен құрамында бірнеше дәрумендері болады екен. Атасы батаңызды беріңіз. Жасасыңға береке берсін, басымызға береке берсін. Асымызға адалдық берсін, басымызға амандық берсін.